Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін раскладымызда жігіт ойы сізге деген қалай өзгерді ма, осы уақытқа дейінгі сізге деген ойы қандай болды, сезімі қандай болды осы уақытқа дейінгі, және де осы уақыттан кейінгі сезімін көретін боламыз. Бірінші, өзіңізді ойлаңыз және жігітіңізді ойлаңыз. Іштегі есімдеріңізді атасаңыздар да болады. Туылған жылдарыңызды. Жігіт шықты бірден. Енді сіз де шықтыңыз. Бірінші жігітті айта кетейін. Жігіт бұл жерде король кубковый, знак зодиакасы бойынша шаян, саршаян балықтар болуы мүмкін, бірақ бұл маңызды емес. Общий форматта расклад болғандықтан знак зодиакаға, жұлдыз жорамалға қатты мән берудің қажеті жоқ. Және де бұл жерде сіз жігітіңіз любовник болуы да мүмкін. Өйткені бұл жерде кубковый король шығып тұр. Бұл кубковый король көбінесе жәндегі өзіңіздің сүйікті адамыңыз, және де өзіңіздің басқа ер адамыңыз болуы мүмкін, жасырып отырған ер адамыңыз, бұл сіздің жәндегі любовнигіңіз болуы мүмкін. Яғни немесе сізді араларыңызда махаббат болған болуы да мүмкін, яғни тығыз қарым-қатынас болған болуы мүмкін. Енді жігіт қазіргі сәтте көбінесе ностальгия көп, өткен сәттерді көп ойлап тұр. Одан кейін жігіт қазір екі ойлы болып тұр. Жігіт бұл жерде шетелде, сізден алыста екендігі көрсетіліп тұр. Қазіргі сәтте жігіт екі жақтап жұмыс жасап жатуы мүмкін. Яғни өзінің официальный жұмысы және де мүмкін қосымша тағы бір жұмыс болуы мүмкін. Өйткені двойка екі жақтылықты алып жүр десем де болады. Немесе отбасылы ер азамат болуы да мүмкін бұл жерде. Яғни екі жақтылық көрсетіліп тұр. Екі жұмыс жасап жүруі мүмкін. Өзінің тұрақты жұмысынан басқа, мысалға такси болып жұмыс жасау, қосымша жұмыс деген сияқты нәрселер жасап жүрген болуы мүмкін. Одан кейін ер азамат бұл жерде тазалықты жақсы көретін, өте сезімтал, әйелдердің көңілін таба білетін, сондай ер азамат болуы да мүмкін. Көп жағдайда бұл жерде тағы айтатын кететін болсам, балық аулағанды көп ұнатуы мүмкін, яғни суға барғанды, табиғатқа барғанды ұнататын ер азамат болу ықтималдығы өте жоғары болып тұр. Және де бұл жерде бұл ер азаматтың кішкентай баласы болуы да мүмкін. Кішкентай болмаса да енді айналасында шестерка кубков, яғни бұл бір жағынан детский картаны да көрсетеді, баласы бар болуы мүмкін, қызы бар болуы мүмкін деген сияқты көп жағдайда. Енді сізді айта кететін болсам, сіз королева пентакли болып шығып тұрсыз, яғни материалистсіз, бұл өмірде барлығы ақшамен шешіледі деп ойлайсыз, яғни ақша шынайы өмірді көретін адамсыз десем де болады, яғни қияйы емессіз, қалай бар солай өмірді қабылдай білетін адамсыз. Қазіргі сәтте сізде заң саласында көп жұмыс жасап жатырған болуыңыз да мүмкін, немесе официально үкіметтің жұмысын жасайтын адам болуыңыз мүмкін, немесе жәндегі бұл жерде қазіргі сәтте сіздерде осы уақытқа дейін немесе алдағы уақытта бір қол қою, документ жағынан сондай іс-әрекеттер болып жатқан болу ықтималдығы өте жоғары. Сіз бір жағынан әділсіз, яғни әділдікті қалайтын адамсыз, және көп жағдайда қазір сіз көп жәндегі күшіңізді барлығын жұмысқа арнап жатқан болуыңыз да мүмкін. Ана болуыңыз мүмкін, знак зодиакаңыз бойынша козерог болуыңыз мүмкін, дева болуыңыз мүмкін. Бірақ бұл маңызды емес. Жалпы жұлдыз жорама маңызды емес, общий форматта болғандықтан. Одан кейін сізде қазіргі сәтте жәндегі мүмкін жәндегі үкіметтің жұмысына тұру деген сияқты нәрселерге көп ден қойып жатуыңыз мүмкін. Бұл жерде көбінесе сіз қазір жұмыс жағы жәндегі жергілікті өмірде болатын іс-әрекеттерді жасап жатқан болуыңыз мүмкін. Көп энергетика солай көрсетіліп тұр бұл жерде. Енді екеулеріңіздің араларыңыздан шыққан карта бұл жерде семерка мечей мен паж мечей, яғни екеулеріңіздің араларыңызда бір-бірлеріңізді алдау болғандығы көрсетіліп тұр. Қазіргі сәтте екеулеріңіз бір-бірлеріңізді түсінбей жатқан болуыңыз да мүмкін, бір-бірлеріңізді алдап жатқан болуыңыз да мүмкін көп жағдайда. Және де екеулеріңіздің біреулеріңіз, яғни бір-біріңізді алдау арқылы жәндегі
сол жағынан бір-бірлеріңізге ашуларыңыз келуі мүмкін, яғни араларыңызда ұрыс болуы мүмкін, сенімсіздік деген сияқты көбінесе екеулеріңіз қарым-қатынастарыңыз бір-бірлеріңізге аздап сенбеу, бір жағынан агрессия да көрініп тұр десем де болады. Екеулеріңіз сөзге келіп қалған болуларыңыз да мүмкін, немесе қазіргі сәтте араларыңыз суық болып тұрғандығы көрсетіліп тұр. Енді басты тақырыбымызға көшейік. Жігіттің сізге деген, ойлап отырған жігітіңіздің сізге деген ойы осы уақытқа дейін қандай болды? Бірінші соны көреміз, одан кейін қазіргі сәтте ойы қандай және болашақта ойы қалай болады деген сияқты, сезімі деген сияқты. Соны көретін боламыз. Жігіттің осы уақытқа дейінгі, яғни бұрын сізбен танысқан кезде алғашқы бұрынғы сәттерде жігіттің сезімі сізге қандай болды? Соны көрейік. Ойы қандай болды? Көп жағдайда бұл жерде жігіттің ойы қалай болды дегенге, яғни сізбен бір болашақ көрмеді деп айта аламын. Өйткені бірінші танысқан кезде, яғни екеулеріміз арманымыз бір емес, яғни бірге бола алмаймыз, алда бір мақсат жоқ екеумізде деген сияқты сондай ойларды көп ойлағандығы көрсетіліп тұр. Яғни бірінші танысқан кезде бұл жерде ер азамат жай ғана танысқан болуы мүмкін, бірақтан да сізді өмірлік жарым ретінде көремін деген сияқты ондай ойы болмағандығы көрсетіліп тұр. Яғни сізбен перспективаны көрмегендігі көрсетіліп тұр бұл жерде. Бірақ сонда да ер азамат бұл жерде сіздің жүрегіңізді жаулап алуға әрекеттер жасағандығы көрсетіліп тұр өткен сәттерде, яғни сізге деген ойы. Сіздің жаныңызда сізді жеңгісі келгенде сезім жағынан өткен сәттерде бір қатты сезім болды деп айта алмаймын. Яғни бұл жерде бұл ер азамат өзінің бұрынғы адамын ұмыту үшін сізбен қарым-қатынас жасағандық көрсетілді. Яғни күнге шығу үшін сізбен сіздің алдыңызда басқа бір әйел адам болған болуы мүмкін бұл ер азаматта. Сол себепті соны ұмыту үшін, яғни бір жүрегіндегі қайғысын, немесе не обязательно қызы деген сияқты, немесе өмірінде бір қиын оқиғалар, депрессияда жүрген кезінде сол жағынан сізбен араласу арқылы, танысу арқылы, яғни ойын басқа жаққа бөлу деген сияқты сондай ойлар арқылы сізбен танысқан, яғни бірінші кезде сізге қатты ойы болған деп айта алмаймын. Бұл жерде ер азамат тек қана бірінші кездерде, яғни сізден бір пайда болуы мүмкін деп ойлаған, яғни өзіне пайдалы нәрсені алу үшін, яғни бірінші эгоист сезімі көрсетіліп тұр бұл жерде көп жағдайда. Өйткені өткен шақтарда басы соғылған десем де болады, картада көрсетіп тұрған, яғни өткен өз өмірінде қиындықтар болып жатырған кезде сізбен танысқан, чтобы ол қиындықтарды ұмыту үшін, ойын басқа жаққа бөлу үшін сізбен араласа бастағандығы көрсетіліп тұр бұл жерде. Енді жалпы бұл жерде сізбен танысқан кездегі бұл ер азаматтың сізге симпатиясы болды, немесе сізді бірден ғашық болып қалды бір көргеннен деген сияқты емес. Тек қана бұл жерде ер азамат өзінің қайғысын, несін ұмыту үшін сізбен тек қана уақытша көңіл көтеру мақсатында солай бастап танысқандығы, яғни басындағы сезімі солай болды десем де болады. Енді жігіттің қазіргі сәттегі ойын көретін болсақ, сізге қалай өзгерді, осы өзгеріске ұшырады ма, яғни сізге деген ойы қалай болды келесіде. Бұл жерде ер азамат қазіргі сәтте де сізге бір қатты сезім болып тұр деп айта алмаймын, бірақтан да сізбен бір шанысты да көріп тұр, бірақтан да қазіргі сәтте аяқ-қол байлау болып тұр. Сізбен бірге қарым-қатынас құру қазіргі сәтте бір керемет сезімі тасып тұр деп айта алмаймын. Өйткені бұл жерде ер азамат қазіргі сәтте сізге бір хабарға шыға алмай тұр, бір сізге қарай қимыл жасай алмай тұр, бірақ сонда да үміті бар екендігі көрсетіліп тұр. Өйткені жаңа баста көре кеткенде екеулеріңіз араларыңызда аздап бір-бірлеріңізді алдау, түсініспеу деген сияқты нәрселер көрсетіліп тұрған еді. Қазіргі сәтте де, яғни екеулеріңіз араларыңызда көрсетіп тұрған сол карталар почти мағынасы қайталанып тұр. Араларыңызда бір тығыз байланыс, қазір романтикалық кездесулер олай болып тұрған жоқ. Жігіттің нақты сезімін көретін болсақ, тағы да
бұл жерде ер азамат сізбен бір отбасы болуды да ойлай алмай тұр. Өйткені бұл жерде ер азаматта екі жақтылық двойка жазылып шықты, яғни екі жақтылық, екі ой болып тұр. Қазір жай ғана бақылап тұр, сізді интернет желісінен бақылап тұр, бірақтан да сізбен қазір отбасы бола аламын деген сияқты ондай ой көрсетіліп тұрған жоқ. Баста да көре кеткенде де любовнигіңіз болуы мүмкін деген сияқты, немесе басы бос емес ер азамат болуы мүмкін, жасырып отқан ер адамдарыңыз. Сол себепті бұл жерде қазір араларыңызда стоп, пауза екендігі көрсетіліп тұр. Яғни қазіргі сәтте керемет қарым-қатынас жоқ. Қазіргі сәтте бұл ер азамат барлық жәндегі ойын жұмысқа арнап жатыр десем де болады. Яғни бірақтан да сізбен өткізген жақсы сәттер де бар, соны да ойлап тұр бір жағынан. Иә, екеулеріңіз араларыңызда қазір романтикалық кездесу, бір керемет сезімдер араларыңызда бір-бірлеріңізге айтылып жатыр деп айта алмаймын. Енді жігіттің алдағы уақыттағы ойын көретін болсақ, алдағы уақытта да бұл жерде сізге баратындай, сізбен қарым-қатынас құратындай нәрсе көріп тұрған жоқ ер азамат бұл жерде. Өйткені сізді королева мечей ретінде көріп тұр, яғни суық, рассудительный сондай ретінде көріп тұр. Сізді көріп тұрған жоқ, сізге бара алмай тұр. Өйткені сіздің жаныңызда басқа император шығып тұр. Бұл император сіздің жәндегі әкеңіз болуы мүмкін, ағаңыз болуы мүмкін, немесе күйеуіңіз де болуы мүмкін. Яғни сізге қарай баруға бұл жерде кедергі нәрсе, сізді көре алмауына деген кедергі бұл жерде бір ер азамат, император болып шығып тұр. Иә, бұл жерде екеулеріңіз араларыңызда көп түсініспеу бір-бірлеріңізді қазіргі сәтте. Бірақтан да бұл жерде ер азамат сізге барғысы келеді, жаңадан қарым-қатынас бастағысы келеді, сізбен бірге соны ойлап тұр. Бірақтан да кедергілер көп екеулеріңіз араларыңызда. Мүмкін сіздің басыңыз бос емес, мүмкін оның басы бос емес деген сияқты. Немесе араларыңызда бір-бірлеріңізге айтылмаған шынайы өмірлеріңіз туралы данныйларыңыз жоқ болуы да мүмкін. Сол себепті бұл жерде белгісіздік шығып тұр екеулеріңіз араларыңызда. Бірақтан да ер азамат ойлайды, алдағы уақытта жәндегі осы кедергілердің барлығы уже бітеді, әрекет алдағы уақытта болады деген сияқты сондай ойларды көп ойлап тұр бұл жерде. Енді нақты ер азамат алдағы уақытта сезімі сізге деген қалай болады? Алдағы уақытта сізге сезімі ашылатындығы да көрсетіліп тұр бір жағынан. Негізінен сізге сезімі бар екендігі көрсетіліп тұр. Өйткені король кубковый болып шыққан баста, қазірде жезловый король болып шықты. Яғни сізбен интимдік қарым-қатынасты қалайды, сізге жәндегі келгісі келеді бұл жерде. Бірақтан да қазір алдағы уақытта жәндегі өзгеріс болмауы мүмкін. Сезімі бар болса да, сезімі ашылса да, алдағы уақытта сізді жәндегі сағынатындығы, араларыңызда қазір стоп пауза болып тұр ғой, сағынатындығы көрсетіліп тұр. Алдағы уақытта келгісі келетіндігі сізге сыйлықпен немесе жәндегі бір ұсыныспен деген сияқты, бірақ отбасылы болу үшін емес, яғни отбасылық ұсыныс жасай алмайды, үйленші деген сияқты ұсыныстар жасай алмауы мүмкін. Солай көрсетіліп тұр. Жігіттің сезімі алдағы уақытта сізге жақсы жағынан өзгеретіндігі көрсетіліп тұр. Бірақтан да сізге келуді де ойлап тұр, бірақ қазіргі сәтте екеулеріңіз араларыңызда кедергілер, көп нәрселер өздеріңіз әркім білесіздер өздеріңіз. Яғни біреулерінің басы бос емес, екеулеріңіздің де немесе жәндегі қарсылықтар, мүмкін жәндегі сіз оған тұрмысқа шыға алмайтын болуыңыз да мүмкін деген сияқты статустарыңыз әртүрлі болып тұр бұл жерде. Өйткені жігіт көп жағдайда қасында детский карта шығып тұр, өйткені баласы болуы да мүмкін, немесе отбасылы болу да ықтималдығы өте жоғары болып тұр. Сол себепті сіздердің бірге болуларыңыз қиынға соғып тұрғандығы көрсетіліп тұр. Алдағы уақытта жігіт енді нақты хабарға шығады ма, соны көрейік. Иә деген карта шығып тұр, бірақ уақыт өте келе көп ойлану, көп толғану, сізге жәндегі хабарға шығу, көп жағдайда жәндегі сізді ұнататындығын, сізге свиданияға шақыру деген сияқты болады алдағы уақытта, бірақ ұзақ уақыттан кейін болуы мүмкін. Қазіргі сәтте көп ойлап жүр, көп ойлайды, жәндегі сізге ойында айтқысы келетін, сізге жәндегі жазғысы келетін сообщениелер барлығы ойында, миында тұр, бірақтан да әзір емес, алдағы уақытта екендігі көрсетіліп тұр. Қазіргі сәтте хабарға шығады деп айта алмаймын, бірақ алдағы уақытта жігіттен хабар келіп, жәндегі кездесуге шақыру деген сияқты сондай болу ықтималдығы бар. Бірақ
қазір емес қыздар, қазір емес. Өйткені қазіргі сәтте бұл ер азамат бір нәрсені күтіп жатыр, переживаниясы бар, соған байланысты. Тағы да король пентаклей шықты. Мүмкін сіздің ер адамыңыз бар болуы мүмкін жаныңызда, немесе ағаңыз деген сияқты қарсылықтар болуы мүмкін. Бір-бірлеріңізді ренжіту, араларыңызда құпия деген сияқты, көбінесе сіз құпия болуыңыз мүмкін. Сол себепті бұл жерде араларыңызда көп түсініспеушілік, бір-бірлеріңіз туралы даниларыңызды біле бермейсіздер. Сол себепті кедергілер көп болып тұр, бірақ ер азамат алдағы уақытта хабарға шығатындығы көрсетіліп тұр. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазып, активно лайк басып отырыңыздар. Сау болыңыздар.